Баршаңызға сәлем достар, Түс Шыру каналына қош келдіңіздер. Рамазан айы берекелі болсын. Бүгінгі түс шыру құрма жайлы болады. Видеоны бастамас бұрын каналымызға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сол кезде сіз біздің видеоларымызды бірінші болып көретін боласыз. Ал ендеше бастайық. Түс шырушы ғалымдардың айтуынша, түсіңізде құрма көрсеңіз, жақсылықтың белгісі. Нақтырақ айтсақ, рызық пен бақытты білдіреді. Егер түсіңізде бір адамның сізге құрма беріп жатқанын көрсеңіз, ол адамның сізге жақсылық ойлайтындығын білдіреді. Түсіңізде құрма жеп жатсаңыз, денсаулығыңыздың жақсы болатындығын білдіреді. Егер түсіңізде құрмамен бірге сүт ішіп жатсаңыз, адал кәсіптің белгісі. Түсіңізде ішіне құрт түскен құрма көрсеңіз, арам ақша қолданып қойғандығыңыздың белгісі. Түсіңізде құрма теріп жүрсеңіз, жақсы жар тауып оған үйленетіндігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде балғын құрма жеп жатсаңыз, сіздің ел арасында абыройыңыздың жақсы екендігін білдіреді. Имам Садықтың айтуынша, түсіңізде құрма көрсеңіз, Алла тағаланың сізге кәсібіңізге жеңілдік беретіндігін білдіреді деген. Сол жеңілдік арқылы мол табысқа жетесіз. Түсіңізде құрма сатып жатқаныңызды көрсеңіз, сіздің өте жомарт адам екендігіңізді білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаса, лайк басып комментарий қалдырыңыз. Сондай-ақ каналымызға тіркеліп қоңырауды басуды ұмытпаңыз. Сау болыңыздар.